Армысыздар, Шалқар ертегісінің кейіпкері Күшіктің жасалу жолын көрсетемін. Қағазға лекаламызды сызып аламыз, оны фетрға сызып аламыз. Осыдан кейін сызып алған лекалаларымызды бір-бірлеп тігіп шығамыз. Бірінші ішін тігіп шықтым. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Алдыңғы видеоларымда айтқандай, мен бірінші бәрін қолмен тігіп шықтым. Сіздерге түсінікті болу үшін, видео үшін бірінші қолмен тігіп шықтым. Кейін тігін машинасына айналдырып тігіп шықтым. Келесі мұрнын, тілін орналастырып тіктім. Енді екі аяғын тігеміз. Күшікте бұл фетрда тек қана екі қолы ма немесе аяғы ма жасалынған, солай тігіп қойдық. Осылай видеоны асықпай қарап шықсаңыздар, бәрі түсінікті. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.